Балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Иә. Қане, айта қойшы, Арсен. Асық атысу, келілім, қысылу. Арсен асық ату деп айтып қалды. Асық ату ойыны ол қанталапай ойыны деп айтылады, балалар? Қанталапай ойын білесіңдер ме? Бұл қандай ойын маған үйретіңдерсің? Жарайды, балалар. Мен сіздерге бүгін қанталапай ойынын үйретемін. Мына менің қоржынымда көптеген асықтар бар. Ол асықтың ішінде ерекше бір асық бар. Ол асық хан асығы деп айтылады. Хан асығы дегеніміз мына асық, бұл асық үлкен болады. Хан асығы егер былай түссе, бүк деп айтылады, Жарайды, балалар. Мен енді хан асықты қоржынның ішіне саламын да, асықтармен бірге шайқаймын. Ортаға шашамын. Балалар, сіздер ойын шартын түсіндіңіздер ме? Иә. Жарайды, олай болса жүріңіздер менімен бірге. Балалар, мен мына асықты шашамын, аламыз. Қоржынымызға саламыз. Балалар, қоржындарымызға саламыз асықтарымызды. Ойынды бастамас бұрын асықтарымызды бір-бірден тізбектің бойына тізіп шығамыз. Қанталапай алашасының үстіне. Келеміз, балалар. Қоржындағы асықтарды алып тіземіз. Бір-бірден тіземіз. Таласпаймыз, жаймен асықпай. Бұл ойында, балалар, сіздердің мергендіктеріңізді, шеберліктеріңізді байқаймыз, жарай ма? Егер де кім тізбектегі асықтарға тигіз алмай қалса, ол бала өзінің айыбын өтейді, өзінің өнерін көрсетеді. Түсінікті ме, балалар, сіздерге? Ойынды түсіндік па? Хан асығын бізде кім алды? Расул алды, Олай болса ойынды бірінші Расул бастайды. Ал қанеке Расул? Ата ғой. Ой, жарайсың, Расул. Асықты алып атқан арсың қоржынға сала ғой. Расул. Асықты тигіз алмай қалды, Расулдан енді біздер өнерін сұраймыз. Расул, сен қандай өнерің бар? Тақпақ айтасың ба? Тақпақ білесің ба? Қане, айта қойшы бізге. Оған байтақ жері бар. Пайдалы қазба кені бар. Тәуелсіз Қазақстан көркіне жарасқан. Осылайша біздің қанталапай ойынымыз өз мәресіне жетті, Қанеке, қоржындағы асықтарымызды санайықшы.